Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен түскі асқа дәмі ерекше болып шығатын мясо по-французски жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бұл тағамның отбасыларыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейтін боласыздар. Ең алдымен етімізді солонка етіп турап алатын боламыз. Сиырдың, қойдың етін қолдансаңыздар болады. Менде қойдың еті, ал енді солонка етіп тураймыз. Мінекей, етімізді солонка етіп турап алдық. Енді осыған дәмдеуіштер қосатын боламыз. Ең алдымен тұзымызды саламыз, дәміне қарай. Қара бұрышымызды саламыз. Қызыл бұрышымызды саламыз. Енді кішкене сұйық май қойып жібереміз. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осыны пешіміздің табағына салып, 5-10 минутқа жартылай пісіріп алатын боламыз. Толық пісірмейміз. Табағымыздың астын майламаймыз, сала береміз. Енді осылай жаймалап су құйып жіберетін боламыз. Бұл не үшін? Біздің етіміздің астына жабысып қалмас үшін. Су құйып жібердік. Енді осыны 180 градуста 5-10 минутқа пешімізге салып алатын боламыз. Мінекей, картошка мен пиязды аршып, тазалап алдым. Етіміз дайын болғанша картошкамызды теркадан өткізіп, пиязымызды турап қоятын боламыз. Етімізді пешімізден шығардық. Енді осыны 5 минутқа қойып, суытып алатын боламыз. Етіміз суығанша пияздарымызды турап алатын боламыз. Мінекей, пияздарымызды турап алдық. Осылай жіңішке қылдырып, әдеттегідей турап алатын боламыз. Енді осыларды суып тұрған етімізге саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сіздерге бір данада пияз жетеді. Маған пияздың көп болғаны ұнайды. Сол кезде сочный болып шығады. Сондықтан 2 данасын қостым. Мінекей, бір келкі етіп, жақсылап араластырып алдым. Картошкаларымды да судан шығарып алдым. Енді осы картошкаларымызды осының бетіне салып, толықтай жауып шығатын боламыз. Мінекей, картошкаларымызбен бетін толықтай жаптық. Енді осының бетіне майонезімізді жауып шығамыз. Бір келкі етіп жағып шығатын боламын. Үлкен ас қасықты пайдаланамын жаққанға. Мінекей, майонезімізді толық бір келкі етіп жағып шықтым. Енді осының бетіне қызанақтарымызды салып шығатын боламыз. Мен қызанақтарымызды алдын ала домалақ етіп турап алған болатынмын. Енді осыны пешімізде 180 градуста жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Алдын ала пешімізді 5 минут бұрын қыздырып алған дұрыс. Мінекей достар, біздің мясо по-французскіміз дайын болды. Өте дәмдәрі сочный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейтін боласыздар. Ас болсын.